Ең алдымен бүгінгі форумға арнап шақырып жатқандарыңызға көп алғыс айтамыз. Енді биыл Амангелді атамыздың 150 жылдығына байланысты біршама жаңа зерттеулер жасады. Мына жерде біздің тақырыбымызда заманауи зерттеулер әлемі деп тұр екен. Бұл енді Амангелдіге қатысты тек Амангелді емес, соның тұтас әулетіне қатысты деректер қазір айтылады. Себебі бағана басында Хазірет Әлі ағамыз да дұрыс айтып өтті. Біз Амангелдінің бейнесін, кеңестік идеология жасаған бейнесін көріп жүрміз. Бірақ Амангелдінің түпнұсқа бейнесі қандай еді? Революция 17 жылы болды. Ал Амангелдіні 1916 жылы 13 болыстың өкілдері 50 мың сарбаздың Сардарбегі етіп сайлаған еді. 50 мың сарбазды сеніп тапсыратын адам жай адам емес қой. Ал кеңес үкіметі кезінде мысалға айтатын болсақ, Амангелдінің өзі айтылды, бірақ Кенесары көтерілісі айтылған жоқ, иман айтылған жоқ. Біз Амангелдіден имансыз Амангелді жасады ғой кеңес үкіметі. Міне сол жайында бір деректерді аз да болса айта кетпекпіз. Және тағы бір дерек сіздерге айта кетейін. Бұл Түркістан қаласына біздің Амангелді атамыз да келген. Осыдан 116 жыл бұрын 1907 жылы келген. Және ол келгені қазақ руханиятына үлкен үлес болып қосылды деп айтуымызға болады. Себебі осы 1906 жылы Амангелдіден бір жыл бұрын ол кісінің туысқандары келіп, осы Түркістан қаласында Шабдан деген өсімқорға саудагерге өзінің мал мүлкін тапсырып кетеді ғой. Ол белбегесін Амангелді батырды алып келеді. Келесі жылы Амангелді сол жол келіп, оның мал мүлкін түгел ақшасын алып, осында қазақтың белгілі ақыны Шәді төремен кездеседі. Шәді төренің өлеңдерімен танысып, бірақ ол кезде кітап болып шықпағаны, неге шығармайсың дегенде, қаржы жоқ дегенде, жаңағы мал мүліктен бүкіл алған қаржыны сол Шәді төреге беріп, сол кітап болып шығарып, кейін Шәді төре Амангелдіге торғайға 20 кітап жіберді дейді. Амангелдінің сүгірмен танысуы да сол кезеңде болған. Амангелдінің сүгірдің биыл Амангелді батыр деген күйі Астана қаласында өткен үлкен концертте орындалды. Ал енді жаңа Қаныш Сәтбаевтың Амангелдінің батыр бабалар деген мақаласы жайында Толқын апайымыз айтып өтті. Онда мынадай деректер бар. Амангелді батыр шыққан Бегімбет тұқымы Қыпшақ руының жауынгерлік салтын тура сақтап дамытып отыр деп атап көрсетеді. Біз мұны рушылықты көтеру үшін емес, Амангелдінің шыққан тегін жерден пайда болмағандығын айту үшін айтып отырмыз. Осы әулеттен қазіргі күнге дейін айтылып жүрген иман Амангелді батыр және 16 жылы қару-жарақ соққан Бектепберген ұстағаны. Ал 1916 жылы елбегі болған, елбегі деген 1000 сарбазды қару-жарақпен, азық-түлікпен түгелмен қамтамасыз ететін кісі Әбжан Құндызбайұлы өзінің Амангелді атты дастанында батырдың арғы тегі жайында былай деп айтылады. Есімі елге болған құдіретті жырма арқау еттім Бегімбетті, бел бала Бегімбетке бейген жетай, тауықпен одан кейін иманды өтті. Туады сол иманнан жайқар балық, кезінде жауға шапқан айқай салып, баласы Көшімбектің Сейтқасымды қолдаған кедей кепшік қарағалық, тастайын қоспайынеге Көшімбекті, баулыған Амангелді асыл текті, қасқар балы жердей жауды жеңген ер сардар жар жүр кеткен қайда кетті дейді. Енді Иман батыр жайында көп айтпай қояйын, бұл жөнінде көп білесіздер. Иманның әкесі Дулат қазақ жоңғар соғысы кезінде көзге түскен Торғай өңірінен шыққан батырлардың бірі. Ал енді Дулаттан 9 ұл туады, сол 9-ның 5-еуі батыр болған. Иманның ауылы ежелден 5 батыр ауылы деп аталады. Олардың ішінде ерекше атағы шыққан Иман Бекмахановтың өздеріңіз жазған еңбегін білесіздер. Онда 38 жылдың басында Иман осы Кенесары көтерілісіне қатысты дейді. Және Кенесарының соңына ерген батырлардың ішінен жасы жағынан ең үлкенінде осы Иман Қырғыз Алатауында кекілік сеңгірде қаза тапты. Ал енді бұл кісіні жайында көп айтпай қояйық, ол жайында айтып отырсыздар. Басқа тұлғалар жайында айтайық. Мысалға алатын болсақ, Иманның 5 бауыры батыр болғанын айттық. Олар жөнінде Иманнан басқа Көлбай, Мысық, Тауық және Кейкі деп аталатын батырлар болған. Ұлытаудағы белгілі Қожабай деген ақынның 1916 жылы Амангелдіге жолдаған өлеңі бар. Бұл көтеріліс басталмай тұрып, маусым жарлығы шықпай тұрып, қаңтар айында жолдаған сәлемі. Онда былай дейді: Ерболда Иман, Көлбай, Мысық, Тауық жаудан қорқып қылмаған бұлар қауіп. Бұларда өз тұсынан кем болған жоқ, ол жалған ерлікпенен оза шауып дейді. Бұлардың ішінде Көлбай батырдың есімі Иманмен қатар Кенесары көтерілісіне қатысты патша үкіметінің құжаттарында кездесіп отырады. Оның бірінде Шорман Асатов атты тыңшының Сібір шекара комиссиясына 1843 жылдың 28 желтоқсанында берген мәліметінде Кенесарының жанында Қыпшақ руынан 8 ауыл бар. Олардың басшысы Құттыбай, Иман және Көлбай деп атап көрсеткен.
Көлбай жөнінде ел аузындағы ескі дастандарда да өлеңдерде де айтылып отырады. Мысалы 16 жыл көтерілістің сарбазы Сүлеймен Садуақасұлы Амангелді дастанында бабасы Амангелді Иман Көлбай бақ берген талабына әуелден сай десе, Торғай өңірінен шыққан белгілі ақын Құранғари Файзолла Сатыбалдыұлы Ер Толыбай дастанында белгілі Иман Тауық мысық келді, Есентұр Көлбай Жанбай пұшық келді, Беркінді Күдер Ержан Ермағанбет Төлеген Қожа Құлжан пысық келді деп атап өтеді. Сонымен қатар белгілі халық ақыны Иманжан Жылқайдаровтың да Амангелдіге арнаған өлеңдерінде бұл кісілердің ерлік істері жайында айтылады. Сонымен қатар Тауық кейкі батырлар жайында да ел ішінде аңызға бергісіз әңгімелер бар. Енді бұл деректердің барлығы енді хатқа түспеген, құжаттарда жоқ. Бірақ Ақселеу ағамыздың енгізген ұғымын білесіздер, дат деген ұғым бар. Далалық ауызша тарих, қазақтың ғасырлар бойы тарихы осы бойынша сақталып келді. Онда көптеген деректерді айтуға болады. Ал енді Иманның баласы Балық батыр Амангелді дастанында туады. Сол Иманнан Жайқар балық кезінде жауға шапқан айқай салып дейді. Бұл кісі де Кенесары көтерілісіне қатысқан, Қырғыздағы қырғыннан аман шығып, Кенесарының отбасымен бірге Ташкентке барады. Ташкентте Құдияр хан шапқаннан кейін осы ол кісі де Түркістан қаласына келген. Бірақ Түркістан қаласына келгенде соңынан тағы келіп қырғын тауып, одан 1853 жылы Торғай өңіріне барған. Балық елге келген кезде шет жайлап қиыр қонып жүреді. Кенесары көтерілісі кезінде жапа шеккен кейбір ауылдар осы Кенесары мен Иман өлді, енді кегімізді балықтан аламыз деген кезде балықты белгілі ағартушы Ыбырай Алтынсариннің атасы Балғожа би ешкімге бермей, мен би болып тұрып, Иманнан қалған балықты қорғаны жоқ ғарыпты ешкімге бере алмаймын. Қазір Иман секілді батырдың өзі керек ау деп аман алып қалған кісі. Балықтың баласы Көшімбек 1850 жылы дүниеге келген. Бұл кісі жасынан ел басқару ісіне араласқан, би болған кісі. Ұзақ жылдар бойы Торғай уезі Қайдауыл болысының номері 3 ауылда ресми бекітілген халық соты, яғни би болды. Кешімбек би болған уақытта Торғай уезінде облыстық оқу әкімшілігінің басшылығымен жұмыс жасайтын 16 ауыл мектебі болған. Сондай ауылдық мектептердің бірі Қайдауыл болысының 3 ауылында орналасқан, ашылған. Бұны ашқан сол Көшімбек би. Алаш арыстарының бірі Міржақып Дулатұлы Қостанайдағы 1 жылдық педагогикалық сыныпты бітірген соң осы Көшімбек ауылындағы Қайдауыл мектебінде сабақ берген. Оған Қайдауыл болысының басшысы Досмұхамед Дәненов себепкер болған. Бұл мектепте Міржақып 1902-1904 жылдар аралығында сабақ берген. Бір қызығы, Көшімбек би 1916 жылы ұлт азаттық көтеріліс кезінде бейтарап саясат ұстанған. Бірақ 16 жылы енді Амангелді батырға байланысты дау кезінде өздеріңіз білесіздер, Әбдіғапар ханның өмірден өтуіне себепкер болды. Бұл кісі 1925 жылы дүниеде салып, өзінің өсиеті бойынша Обалы Қопасы деген жерде жерленген. Қазір бұл кісінің кесенесі мемлекеттік қорғауға алынған. Ал Көшімбектің ұлы Сейітқасым да белгілі қайраткері болды. Ол кісі 1883 жылы Қайдауыл болысында Дулғал өзенінде дүниеге келген. Алдымен ауыл мектебінде, кейін Торғайдағы 2 кластық орыс-қазақ мектеп білімінде білім алған. Бұл кісі 1919 жылы Торғай кеңестерінің бірінші съезіне қатысқан. Сейітқасым Торғай уездік кеңес атқару комитетінің төрағасы қызметі болды 1921 жылдар аралығында. Осы өлкедегі жаппай қырғынға ұшыраған білесіздер, елдің 1922 жылдары үлкен Тасмешін деген жұт болып, оған Жүсіпбек Аймауыттардың көмек әкелген тарихшылар білу керек. Осыған байланысты Қызылорда қаласында бірнеше жылға созылған Торғай ісі деген сот процесі болды. Сол ашаршылыққа байланысты Сейітқасым Көшімбеков Лениннің өзіне хат жазып, Торғай өңіріне мал мен ет салығын алуды тоқтата тұру туралы өтініш білдірген. Бұл кісі осы Торғай өңіріндегі білім беру саласына, ағарту саласына, шаруашылық саласына көп еңбек сіңірген кісі, өзі 1932 жылы аштық кезінде өмірден өтті. Ал енді Сейітқасымның ағасы Байегізден туған Бақыт Иманов Торғай өңірінен шыққан тұңғыш кәсіби журналистердің бірі. Амангелді Батыр атындағы, Амангелді Иманов атындағы аудандағы социалистік шаруа газетінің ең алғашқы редакторларының бірі болды. Ол кісі сонымен қатар жазушылар одағының мүшесі, Бақыт Иманов жазған әңгімелер мен өлеңдер, көркем очерктер баспасөз беттерінде түрлі ұжымдық жинақтарда жарық көрді. 1940 жылы шыққан 1916 жыл жинағында осы Амангелдіге қатысты Табыт басында атты өлеңі басылған. Одан басқа Қанды тас атты көлемі поэмасында бар. Және бұл кісі 3 кітаптан тұратын Амангелді жайында Амангелді батыр туралы роман жазған. Оның 2 кітабының қолжазбасы табылмады. Бір кітабының қолжазбасын біздің өңірден шыққан өлкетанушы Бөгетбай Әлмағамбеттің ізденісімен баспадан жарық көрді. Ал енді осы батырдың ағасына арналған Амангелді романының қолжазба күйінде Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Қаныш Сәтбаев, Есмағамбет Смайылов секілді белгілі ғалымдар жоғары дәрежеде баға берген. Бұл кісі 1975 жылы
өмірден өтті. Ал енді иман ұрпақтарының ішінде өздеріңіз білесіздер, ерекше аты шығып елге танылған Амангелді батыр болды. Амангелді 16-17 жасынан бастап әділеттік жолында күрескен батыр болды. Оған қатысты көптеген деректер бар. Бірақ ол кісінің батыр тұлғасының ерекше танылғаны 1916 жылғы маусым жарлығына байланысты. Торғай уезінің құрамына кіретін 13 болыстың өкілдері 16 жылдың қараша айының 21-інде Әбдіғапар Жанбосынұлын хан қылып, Амангелді имамды Сардарбек қылып сайлаған. Енді бұл көтеріліс жайында өздеріңіз білесіздер, көп тоқталмаймыз, бірақ мен бір ғана дерек айтайын. Қазақ тарихында отаршылдыққа қарсы қанша көтеріліс болды? Сырым бастаған көтерілістен бастап кешегі Кенесары ханның, Иса Досанның көтерілістері, 16 жылғы бүкіл қазақ даласын жайлаған көтерілістер, 29 жылғы Созақ Батпаққара тақта көпір көтерілістері, қанша көтеріліс болды, бірақ бұлардың бәрі өкінішке қарай жеңіліспен аяқталды. Ал енді Амангелді мен Әбдіғапар бастаған көтерілісшілер патша тағынан құлағанша шыдас беріп ерлікпен күресе білген, яғни қазақ тарихында жеңіліссіз аяқталған жалғыз көтеріліс осы Амангелді мен Әбдіғапар бастаған Торғай ұлт-азаттық көтерілісі болды. Амангелдінің ағасы Бектепберген Өбербайұлы 16 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс кезінде ұсталарды басқарып қару-жарақ соққан кісі. Ал енді Амангелдінің ұлы Рамазан, Амангелді имамовтың ұлы, бұл да атадан қалған ерлік дәстүрді ұстанған батыр тұлғалардың бірі болды. Бұл кісі 1941 жылы Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Майданның алғы шебіне аттануға тілек білдіріп, 1941 жылы Алматыда жасақталған 238-ші атқыштар дивизиясының 843-ші полкының құрамында соғысқа аттанған. Көп ұзамай Алексей қаласында болған айқаста автоматшы Рамазан қоршауда қалғанына қарамай, жалғыз қалғанына қарамай атысып, дұшпанның 13 солдатын жайратып, ерлікпен қаза тапты. Сонымен қатар Рамазан ағамыз талантты жазушы да болды. Ол кісі соғыстың алдында коммунистік журналистика институтында оқып, журналист мамандығын алған, 38 жылы балаларға арналған Пионер журналының редакторы болды. Рамазанның әкесі Амангелдіге арналған Батырдың балалық шағы атты повесінің үзінділері мектеп оқулықтарына енгізілді. Және мерзімді баспасөз беттерінде жарияланып елге кең таралды. Өкінішке қарай бұл кісінің кітабы әлі күнге дейін толық жарық көрген жоқ. Қазақстан жазушылар одағының алдында Алматы қаласында ескерткіш тақта бар. Соғыстан оралмаған жауынгерлердің, жазушылардың есімі жазылған. Сонда Рамазан Амангелдиевтің де есімі жазылған. Рамазанның ұлы Батырлан ағамыз Алматы қаласында тұрады. Қазір бар, бұл кісі техника ғылымдарының кандидаты. Ал қызы, Рамазан ағамыздың қызы Райхан медицина ғылымдарының кандидаты. Енді бұл кісілердің химиялық реакциялар кинетикасын зерттеудің автоматтандырылған жүйесін бағдарламасын қамтамасыз етудің бірнеше бағдарламаларын әзірледі. Батырлан Рамазанұлының 60-тан аса ғылыми еңбегі жарияланды. Ал Райхан Рамазан қызы болса, ұзақ жылдар бойы 76 жылдан 2000 жылдарға дейін Қазақ физкультура институтының спорттық медицина кафедрасында дәріс берді. Терапиядағы емдік физкультура деген зерттеу кітабы, спортшылардың патологиялық күйі мен сырқаттары, физкультурамен және спортпен айналысу барысында дәрігерлік педагогикалық бақылаулар, тағы басқа оқулықтардың авторы. Биыл өздеріңіз білесіздер, Амангелді батырдың дүниеге келгеніне 150 жыл толып отыр. Зерттеуші ғалымдардың көпшілігі иман мен Амангелдінің айтқанмен осы әулеттен шыққан басқа тұлғалар жайлы зерттеле қойған жоқ. Ықыластасаңыздар, Амангелдінің арғы атасы Дулат Абылай заманында өмір сүрді. Дулаттан бастап қазіргі көзі тірі Рамазан ағамызға дейінгі аралықта 3 ғасыр өтсе де, бұл әулет қазаққа әлі күнге дейін қызмет етіп келе жатыр. Жаугершілік заманда қолына найзасын алып, қылышын алып, жорыққа шыққан болса, бейбітшілік заманда қолына қаламын алып, ғылым жолына, жазушылыққа, мәдениетке өз үлестерін сіңіріп келе жатыр. Демек, ерлік пен елдік жолын ұстаған иман батыр әулетінің халқымыздың дамуына қосқан үлесі бар деп біз сеніммен айта аламыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп алғысымызды айтамыз.